Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай баклажаннан қыстық салат дайындайтын боламыз. Жасалу жолы оңай. Мен бақшада бар ингредиенттен жасадым, көкөністен жасадым. Сіздерде тура осылай жасап, банкіге жауып, қыста жесеңіздер болады. Дәмі өте керемет. Суық түрінде де, ыстық түрінде де жесеңіздер өте дәмді, нанға қосып жегенге өте керемет салат. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: пияз, баклажан, қызанақ, қызғылт түрінен және болгар бұрышы, кинза, бұрыш және чеснок керек. Баклажанды қатты майдаламай, осындай орташа көлемде турап аламыз. Мен бұл салатты өзімізге күнделікті жегенге дайындап жатырмын. Барлығын өзімнің бақшамнан алып келіп дайындап жатырмын. Сіздерге банка жабатын болсаңыздар, қыстық салат қылып жабатын болсаңыздар, сіздерге ингредиенттің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Баклажанды турап болдық. Ендігі кезекте қызанақты осылай кесіп қабығын ашығанға ыңғайлы етіп дайындап турап алдым. Және қайнап тұрған ыстық суды құйып қойдым. Бір шетке қоя тұрамыз. Турап дайындап қойған баклажанымызға бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Басқасын турап дайындап болғанша біздің баклажанымыздың суы шығып тұрады. Және пиязды осылай ортасынан бір кесіп және жартысын 3 бөлікке бөліп турадым. Қатты майдаламадым. Не осылай болды. Ендігі кезекте біздің қызанақтарымыздың сырты оңай ашылады. Өйткені біз алдын ала ыстық суға салып қойған болатынбыз. Осылай сыртын алып тастап, керек емес жерін алып тастап, оп-оңай ашылып жатыр. Қызанақты да тураймыз. Қатты майдаламаймыз. Описание бөлімінде қыстық салат, икра салаты, компот, қияр, тұздалған қияр барлығының рецептісі бар. Кіріп көріп, менімен дайындап көріңіздер. Осылай барлық қызанақты турап, оны да бір шетке қойып, болгар бұрышын тураймыз. 4 бұрыштылап, қатты майдаламай, барлығын турап аламыз. Алдын ала барлығын турап, дайындап қойған ыңғайлы, кезек-кезек сала бересіздер. Ендігі кезекте кинзаның керек емес жерін алып тастап, ортасынан бір бөліп, майдалап турап аламыз. Кинзаны жақсылап майдалап тураған жөн, жеген кезде тілімізге жабысып, ыңғайсыз болмас үшін жақсылап майдалаймыз. Ендігі кезекте чеснокты қолмен турасаңыздар да болады. Осылай терканың майда жағымен өткізіп алсаңыздар да болады. Барлық чеснокты өткізіп алдым. Теркадан енді ащы бұрышымызды осылай тураймыз. Майдалап, 4 бұрыштылап турап аламыз. Барлығын дайындап қойдым. Енді осындай кастрөлге майды жақсылап құйып, майды аямаймыз. Жақсылап құйып, қызып тұрған кастрөлге май құямыз. Және майды қыздырып,
Ең бірінші пиязымызды саламыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қойыңыздар. Міне осылай сарғыш түс болғанша қуырамыз. Ендігі кезекте қызанақты саламыз. Бетін ашып қуырамыз. Әзірге бетін жаппаймыз. Отты қатты отта пісіреміз. Міне шамалы суы тартылды. Қайта-қайта қозғап отыруымыз керек. Ендігі кезекте болгар бұрышын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар, себебі асты қатты жанып тұрғандықтан күйіп кетуі мүмкін. Міне тағы да әр салмасын салған сайын 10-15 минуттай қуырамыз. Тұздалған баклажанымызды суын төгіп тастап, басқа ыдысқа аударып, осылай баклажанды да салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Отты қатты отта тұрады және бетін жауып, қайта-қайта араластырып отырамыз. Ендігі кезекте ащы бұрышымызды салып араластырамыз. Тұз 2 ас қасық салдым. Ең соңында дәмін көріп, тағы да салсаңыздар болады, аз болып жатса. Әр салма салған сайын араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Және 2 ас қасық шекер салдым. Шекер біздің салатымызға бір әдемі дәм беріп тұрады. Чеснокты да салып, жақсылап араластырамыз. Туралған кинзамызды да саламыз. Барлығын салдық. Тағы да араластырамыз. Осы кезде отты баяу отқа қойып, бетін жауып, 10 минуттай тағы да қуырамыз. Қыстық салатты міндетті түрде ұзағынан қуырған дұрыс. Барлық көкөнісіміз әбден қуырылып өлуі керек. Міне біздің салатымыз дайын десек те болады. Өте әдемі, иісі де мүңкіп, керемет дәмді салат дайын болып жатыр. Дәмін көріп жатырмын. Тұзы өте жақсы болды. Сіздерде кем болып жатса, тағы да қоссаңыздар болады. Міне біздің баклажаннан дайындалған қыстық салатымыз дайын. Жасалу жолы оңай, барлық ингредиент қолжетімді, өте дәмді. Нанмен қосып жесеңіздер, шайға өте керемет салат. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.